Баршаға ассаламу алейкум достар. Сіздермен спорт жаңалықтары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. WBS титулды айқас жеңілген үшін Ахмедовты жазалады. Екінші орта салмақтағы қазақстандық боксшы Алия Ахмедов бүкіл әлемдік бокс кеңесінің WBS рейтингі үздік 15-тен шығып қалды деп хабарлайды. Қазақстандық боксшы польшалық Марсель Сулескиден нокаутпен жеңілген еді. Ахмедов пен Сулески жекпе-жегі 28 ақпан Астанада өткен бокс кешінің басты айқасы болды. Бұл кездесуде Ахмедов 10-шы раундта жеңілді. Польшалық боксшы қазақстандықтың 4 рет құлатқан болатын. Осылай, Сулески суперорта дивизионда WBS Silver титулы жеңіп алды, ал Ахмедов карьерасындағы екінші рет жеңіліп отыр. Айту керек, Ахмедов Астанадағы бокс кешінің Америкадағы жекпе-жегінен бір ай өтпей жатып қатысқан болатын. Қаңтар ортасында ол америкалық Малком Джонсты екінші раундта нокаутқа түсірген еді. Төрехан Сабырхан кәсіпқой боксқа өтті. Қазақстан құрамасының боксшылары ағайынды Махмуд пен Төрехан Сабырхан кәсіпқой бокста күштерін сынап көрмек деп хабарлайды. Бұл екеуінде кәсіпқойда бірінші жекпе-жектері болады. Ағайындылар 5 сәуір Астанада өтетін бокс кешінде жұдырықтасады. Қарсыластары әзірге белгісіз. Еске салайық, бұл кештің басты айқасында орта салмақта WBO және IBF чемпионы қазақстандық Жәнібек Әлімханұлы мен франциялық Ануэл Нгамесин кездеседі. 18 жастағы Төрехан жуырды кіші әлем чемпионы аталып кететін Сарджа кубогы 2025 чемпион болады. Ол Сарджа кубогындегі үздік боксшы атанды, ал мұндай атақты бұрын сонда ешбір қазақстандық боксшы алмаған.